осындай ерекше әдемі банбанерки жасауды көрсетемін. Осы видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл шаблоныңыз бұрқасы келесі видеода болады. Бізге Pinterest программасының PicsArt программасы керек болады. Pinterest программасына фон для мальчика деп жазып, өзімізге ұнаған кез келген фонды өзіміз телефонға сақтап аламыз. Және де бұл шаблон дайын болғандықтан менің Telegram каналымда болады. Сол жерден алсаңыз болады. Тегін Telegram канал, абсолютно тегін. Бірінші менің YouTube каналыма тіркеліп, сосын Telegram каналыма өтсеңіз болады. Өйстіп PicsArt программасын ашамыз да, A4 размердегі хостты таңдап, өзіміз дайындап алған жаңағы фонымызды қоямыз. Содан кейін шаблонымызды қоямыз. Пустышка шаблон, бұл тоже менің Telegram каналымда бар. Сол жерден аласыздар. Өйстіп дәлдеп барлығын келтіріп, шеттерін бәрін келтіріп, асты жағын кішкене үлкейтіп алып, осылай қоямыз. Содан кейін өзімізге керекті анимацияларды, фотоларды, рамкаларды қоя саламыз. Надпись жазу, қалай жазу керек туралы менің алдыңғы видеоларымда бар, сол жерден қарасаңыз болады. Мен осы жеріне осындай кішкентай әдемі малыштың суретін қойғым келіп тұр. Сондықтан оны осылай кішірейтіп, орнына келтіріп алып қоямыз. Астына рамка қоям, рамка осындай түрін таңдадым. Сіздер кез келген рамканы тоже Pinterest программасынан скачать етіп алсаңыздар болады. Оны PNG форматына қалай айналдыру керек, сол туралы алдыңғы видеоларымнан да көрсеңіз болады.